Ал кайырлы күн достор. Jack S7 автокөлігінің инженерский менюға кіру үшін біз көрсететін болам. Кілтті ашамыз, яғни пуштарды бір рет басып системаға кіреміз. Системаға кірген кезде версия деген таңдаймыз. Версия басамыз. Программа обеспечениені содан 5-6 рет басамыз. Содан кейін бізде код шығады. Код жазамыз 0507. Бұл барлық Jack автокөліктеріне, яғни S7 автокөліктеріне келетін код өзі. YT дейміз. YT дегеннен кейін бізде қытайша жазылады мына жақта. Бізде бұның ішінде машинадағы ошибкілер, қателер, осы атқайын болған жаңа информациялар, солардың бәрі көрсетілетін болады. Логқа кірген кезімізде, логтың ішінде бізде осыған дейін мына бүгін 20 май, мына жерде 25 жыл майдың 4-і дейді. Осылайынан прокрутить етеміз. Сол кезде машинаның нелерін көрсетеді, ошибкілерін бәрін. Бұны флешкеге басып алуға болады. Флешкеге басып алу үшін бізде астында USB порт бар. Сол USB-ге флешка салып, сонымен көшіріп алуымыз болады флешкеге. Не болмаса, бұл автокөлікке 4.2 Android MP5 дейді. Осыған өзіміздің программаларды орнатуға да болады. Ол программаларды орнату үшін біз флешкеге Android APK приложениеде расширение APK. Сонымен біз не басамыз? Программа басып аламыз флешкеге. Сосын төменгі жақта радиом бар, USB. Сол USB-ге салғаннан кейін осы жақтан осылайын жетуге болады. Мына жақта машина жайлы көп нелер бар, информациялар бар. Бәрін ашып перевод жасап, Google переводчикпен, Яндекс переводчикпен солармен перевод жасап көрсетіп отырып, сол жақтан перевод жасап алсаңыздар болады. Не болмаса, келесі видеода толық русификация жасалғанын көрсететін боламын. Сол жақсы, сау болыңыздар.